Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағын бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз разрядтан аттамай, 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Сабағымыздың мақсаты 23 көбейту 2, 123 көбейту 2, 46 бөлу 2, 246 бөлу 2, яғни 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Балалар, біз 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін білеміз, солай ма? Енді 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін қайталайық және үйренейік. 846-ны бөлуім керек 2-ге. Ол үшін осылайша бағандап жазып аламыз алдымен. 800-ді 2-ге бөлеміз. 400-ді. Одан соң көбейтеміз. 4 жердегі 2, 8. 8-ден 8-ді азайтамыз. 0 болды. 4-ті түсіреміз. 4-тің ішінде 2 рет бар. 2 жердегі 2, 4. Енді азайтамыз. 4-тен 4-ті азайтқанда 0 шығады. Енді 6 бірлікті төмен түсірем. 6-ны 2-ге бөлгенде 3 шығады. 3 жердегі 2, 6. 6-дан 6-ны азайтқанда 0. Осылайша қалдықсыз 0 шыққанша бөле береміз. Түсінікті ме, балалар? 963-ті 3-ге бөлейік. Қарап отырамыз. Өрнектің мәні 321-ге тең болды. Қанеке балалар, енді кім шапшаң екен? 448-ді 4-ге бөле қойыңыздар. Bir парақ қағазға бөлсеңіздер де болады. 448 бөлу 4. Тексерейік. 3 таңбалы сан шығады. Өрнектің мәні 112-ге тең болды. Сабақ түсінікті ме, балалар? Ендеше оқулықпен жұмыс жасайық. 63-ші бетті ашыңыздар. Онда жиындардың суреті берілген. А жиыны, В жиыны. Қалай ойлайсыздар? А жиында қандай фигуралар? Нелердің жиыны деуге болады? В жиынын нелердің жиыны деуге болады? Ат қойсақ та болады. А жиыны тік 4 бұрыштар жиыны. Ал В жиыны қызыл түсті фигуралар жиыны. Солай ма, балалар? Енді А жиынына тиесілі болуы мүмкін фигураларды таңда. Сол фигураларда жазылған әріптерді ретімен оқы. Сонда сен диаграммаларға аты белгілі ғалымның фамилиясын біле аласың. В жиындағы элементтерді де аттап, оларды да оқимыз. Сонда тағы бір белгілі бір математиктің фамилиясы шығады. Қанеке балалар, алдымен А жиынында тік 4 бұрыштар бар. Ендеше тік 4 бұрыштарды рет-ретімен оқиық. И, Л, Е, Р. Эйлер. Эйлер бұл математиктің аты. Енді екінші қызыл түсті фигураларды оқиық. В, Е, Н, Вен.
Вен диаграммасы дегенді естулеріңіз бар ма? Мінеки, осы суреттегі де Вен диаграммасының өзі. Осыны шығарған адам, мінеки, Веннің өзі екен. Бұл әйгілі математик. Қараймыз. Тік төрт бұрыштарды оқып шыққанда Эйлер болды. Ал қызыл түсті фигуралардан Вен деген шықты. Эйлер және Вен. Балалар, өздік жұмыс жасаймыз. Номері 2 және 3 есептерді өз бетімізбен орындаймыз. Яғни, 3 таңбалсанды 1 таңбалсанға разрядтан аттамай бөлуді біз 2 сабағын өтіп жатырмыз, солай ма? Сондықтан өз бетімізбен жұмыс жасап дағдылануымыз керек. Әрине, мен сіздерге үлгілерін көрсетемін. Бірінші, 2 есепте бөлу бар және көбейту бар. Көбейтулерді бір жолға, бөлулерді бір жолға жазып қойдым. Мінеки, бөлуден бір үлгі көрсеттім. Осыған қарай отырып шығара қойыңыздар. Номері 3 тапсырмада бағандап орындауымыз керек. Бұл жерде азайту, көбейту, бөлу амалдары барлығы араласып келіп жатыр. Егер есептің ішінде барлық амалдар қатар келсе, алдымен көбейту мен бөлуді орындаймыз. Одан соң амалдарды, яғни азайтуларды рет-ретімен орындаймыз. Көрдік пе? 32-ні 3-ке көбейтіп алдым, 96. 84-ті 2-ге бөлдім, 42. 1096-ны алдым, 904. 904-тен 42-ні азайттым, 852. Азайту таңбасын қоя қойыңыздар мына жерге. Номер 3 есептің 2 бөлігін өз бетімізбен осылайша шығарамыз. Балалар, келесі тапсырма номері 4. Бұл жерде кестені пайдалана отырып, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыруымыз керек. Алдымен біз есептерді, яғни өрнектердің мәнін табуымыз керек. Теңдік құрастыру үшін де, теңсіздік құрастыру үшін де. Мысалы, 45-ті 3-ке көбейтсек 135. 200-ден 65-ті азайтсақ та 135. Демек, осы жерден 45 көбейту 3 тең 200 азайту 65 деген теңсіздік шықты. Тағы да теңсіздік бар екен, балалар. 400-ден 80-ді азайтқанда 320. 84-ке көбейткенде 320. Демек, 45 көбейту 3 тең 200 азайту 65 теңдігі шықты. «400 азайту 80, екіншісіне қараймыз, балалар. Демек, мына жерде 400 азайту 80 тең 80 көбейту 4 теңдігі шығады. Түсінікті ме? Теңсіздікке қараймыз. 300-ге 456-ны қосамыз, 756. 65-ке 125, 190. Демек, 300 қосу 456, артық 65 қосу 125-тен. Міне, 4-шісі осылайша шығады. Бұл ауызша тапсырма. Номері 5 тапсырманы өз бетімізбен орындаймыз. Оны да біз әрине білеміз. Көбейтулерді бір жолға, бөлулерді бір жолға жазамыз. Және көбейту таңбасын қоюды да ұмытпаңыздар. Балалар, номері 6 тапсырмада біз сандарды салыстыруымыз керек, шамаларды. 19 мм кем 2 сантиметрден. Өйткені 2 сантиметр дегеніміз 20 мм. Осылайша жұлдызшаның орнына артық кем тең таңбаларын қойып шыға қойыңыздар. Және де теңдеу бар. Бүгін есептер қайталау сабағы болғандықтан өте көп. Балалар, бірінші теңдеуге қарайық. Номер 8-де y қосу 30 көбейту 5, яғни 30-ды 5-ке көбейтеміз. 30-ды 5-ке көбейткенде 150, y қосу 150 тең 450. Теңдеуді шешеміз. 450-ден 150-ді азайтамыз. 300 шығады теңдеудің түбірі. Мінеке.
екінші бөлігін әрине өз бетіңізбен шығарасыздар. Балалар, кәнекей қорытындылайық. 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға қалай бөлеміз? Алгоритм қалай еді? Алдымен жазып аламын осылайша. Одан соң жүздігін бөлемін, ондығын бөлемін және бірлігін бөлемін. Шыққан санды оқимын. Өрнектің мәні 123-ке тең. Үй жұмысы балалар, номері 9-шы есеп, баған түрінде жазып, оларды есептеуіміз керек. 2 бөлігін ғана шығарсаңыздар болады. Балалар, сабағымыз аяқталды. Жарайсыңдар, сау болыңыздар.